Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Қысқа дайындығымызды жалғастырамыз. Бүгін сіздермен сацебилидің рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен бізге керекті көкөністердің барлығын жуып, тазалап, бөліп аламыз. Бұл жерде барлық көкөністерімізді ет тартқыштың көмегімен немесе блендердің көмегімен жақсылап езіп аламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай мен тәтті лазыммен қызанағымды блендерден өткізіп жатырмын. Сацебилидің сәбіз қосатын рецебі де бар, бірақ мен сәбіз қоспадым. Ендігі кезекте ыдысымызға отқа қойып, сұйық майымызды құйып, ішіне пиязымызды салып, жақсылап қуырып аламыз. Пиязымыз әбден қуырылып болғаннан кейін болгар бұрышымызды саламыз, жақсылап араластырып 20 минуттай қайнатамыз. Бізде 20 минут уақыт өтті. Енді кезекте жаңа қызанағымызды блендерден өткізілген араластырып, осы күйінде 1 сағаттай қайнататын боламыз. Отымыз міндетті түрде баяу болу керек. Міне қызанағымыз 50-60 минуттай қайнады. Енді жаңағы укропымызды, кинзамызды, өздеріңізге қандай көк шөптер ұнайды, соларды салып, жақсылап тағы да 10-15 минут қайнатамыз. Біз салатымызға ашты бұрыштан 3 дана қосып жібердім. Егер сіздер тым ашты болған қаламасаңыздар, қоспай қоюларыңызға болады. Осы ашты бұрышпен сарымсағымызды қосып, тағы да 15 минуттай қайнататын боламыз. Бізде салатымыздың дайындалу уақыты жалпы 2 сағатқа жуықтайды. Егер сіздерге видео пайдалы болып жатса, лайк басып, каналыма тіркеліп қойыңыз. Егер сіздер ұнатсаңыз, лавр жапырағын осылай мен сияқты қоссаңыздар болады. Енді ірі қара бұрышымызды қосамыз, тұз бен қантымызды мөлшер бойынша қосып шығамыз. Міне біздің салатымызда дайын болып қалды. Тұзының дәмін міндетті түрде көріңіздер. Азырақ болса тағы да қосуға болады. Банкамызды ыстық судың буында булап алдым. Енді отымызды өшірмей, банкамыз бен салатымыз ыстық кезінде ыстықтай салып шығамыз. Ауыздарын арнайы жапқыштың көмегімен ауа кіріп кетпейтіндей етіп жауып, міндетті түрде төңкеріп қоямыз. Жылы одеялмен немесе көрпемен орап, 2 күнге қойып қоямыз. Сіздер де осы әдіспен жасап көрсеңіздер болады. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Тағамдар каналы.